таң әріптестер, қайырлы таң құрметті әріптестер, көрермен. Таңды қалай бастау, енді әр жанның өз қалауы. Дәл қазір саябақтамын, бірі таң атпай жүгіріп жүр, бірі велосипед теуіп жүр. Ал мен енді ойланып, серуендеп келіп, сіздер үшін, көрермен үшін бір қызық, ерекше кейіпкерлерді іздеп жүретінімді білесіздер ғой. Бүгін бір жанмен таныстым. Жасы 50-ден асса да, өзім бір сергек сезінеді екен, сондай-ақ дене бітімі ширақ, өте сымбатты. Бұның сыры неде деп, дәл қазір арнайы, мына жақтамын, арнайы тікелей қосылымға шығып, сіздер үшін, көрермен үшін сұхбаттаспақпын. Жалпы таңды спортпен, йогамен бастаудың сыры неде? Бүгін осы сұрақтарға жауап аламыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің кейіпкеріміз Баян ханым. Осылайша таңды сергек, жалпы күнін сергек бастау үшін спортпен бастайды екен. Баян ханым, қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Көңіл күй қалай? Жақсы. Керемет. Тамаша. Енді сіздің жүзіңізден нұр шашып тұр. Сізде бәрі керемет екенін өзіңіздің дене бітіміңіз айтып тұр десек болады. Жалпы өзіңіз айтыңызшы, мына таңды спортпен, оның ішінде йогамен бастаудың пайдасы қандай? Меніңше, таңды біздің қалай бастайтынымыз, кейін біздің бүкіл күніміз қалай өтетіні соған тікелей әсер етеді. Таңғы спорт, йога, ол денемізді оятып қана қоймай, сонымен қатар қан айналымын жақсартып, көңіл күйімізді көтереді. Сол арқылы сосын күні бойы біз сергек жүреміз. Сонымен қатар таңғы осы йоганың маған сыйлайтын сыйлығы десе болады. Ол мысалы біз денемізді ғана жақсартып қоймай, сонымен қатар ішкі жан дүниемізді де барлық жағынан пайдалы. Барлық жағынан пайдалы. Ішкі жан дүниемізді тепе-теңдікке келтіреді. Бәрекелді. Енді кеше жалпы елімізде спорт күні тойланды. Айтулы мереке. Енді сіздің дәл қазір осылай құлпырып жүргеніңіз спорттың арқасы, йоганың арқасы, солай ғой? Әрине. Және де мына 50-ден асқаннан кейін йога, спорт біздің денемізге жасаған үлкен сыйымыз деп есептеймін мен. Себебі жас ұлғайған сайын денеміздің икемділігі, буындарымыздың қозғалғыштығы барлығы азая береді. Ал йога жұмсақ қозғалыс арқылы соны денені сергек икемді ұстауға көмектеседі. Тамаша. Енді сіздің йогамен айналысқаныңызға қателеспесем 10 жылдан асты. Енді бізді дәл қазір оянның көрермені, оның ішінде үйде отырған, таңын қалай бастаймын, не істеймін, қалай сергек болам деп 50-ден 60-тан асқан жандар көріп отырғанына кәміл сенімдімін. Сол жандар үшін бір оңай және өте пайдасы мықты бір жаттығуларды көрсетіңізші йогадан. Енді мен де қарап алайын, маған да бір керемет жаттығу болсын. Жалпы мынау біздің омыртқамыз біз үшін аса маңызды мүшеміз ғой. Сондықтан омыртқамызды сау сақтау өте маңызды. Осы таңертең мысалы тұрып, былай бұрылып қимыл жасасаңыздар, бұл жерде мына омыртқаны ғана емес, басты да бұру маңызды. Себебі мен тренерім айтпақшы, мойында да омыртқа бар деген. Сондықтан былай осылай созыламыз, созылып, басты да бұрып, былай артқа бұрылып, солай. Бұл арқаға пайдалы. Арқаға пайдалы, Енді арқа біз көбінесе жаңағы офисте отыратын жандар бар, көбінесе қимыл қозғалысы жоқ. Міндетті түрде таңда арқаны қозғалтып жеңіл ету керек, сонымен қатар мен тағы бір асана ұсынар едім. Өзімнің жақсы көретін асаналардың бірі ширшасана деп аталады. Бұны асаналардың ішінде патшасы деп атайды. Мен сіздерге көрсетейін. Ал жалпы жаттығудың йогадағы патшасы қандай екен? Жалпы бөлінеді дедіңіз, соның ішінде көрейік енді. Ой, не істейін деп жатырсыз, мен қорқып кеттім ғой. О, бәрекелді. Тамаша. Бұл баспен тұру, сонда? Қандай керемет. Бұл қиын емес пе негізі, бірден үйреніп кетуге бола ма бұған? Әрине, үйренуге болады. Біздің йога тренеріміз мысалы бізді бір күнде осы басымызға қойды. Бұл сонда басқа зиян емес, керісінше өте пайдалы. Бұл өте пайдалы, және де бұл кезде біз жай кезде үнемі басымыз жоғары жүргендіктен, мынау басымызды қанмен жабдыққа, басымызға қанның баруын сондай не емес. Ал егерде басымызбен төмен тұрғанда, бүкіл қанымыз басымызға құйылып, мына қан айналымы жақсарады.
сондықтан бұны асаналардың патшасы деп атайды екен. Тамаша, қандай керемет. Бұл асананың екінші атауы бар, ол сұлулық атауы дейді. Сондықтан мен осы сұлулығыңыздың құпиясын білген сияқтымыз. Енді көп әйел адам бүгінгі эфирден кейін баспен тұратын сияқты. Бұны мысалы ортада емес, қабырғада да үйреніп бастауға болады. Бірінші қабырғада тұрып бастаса, кейін осындай ортада істей беруге болады. Енді күнді сергек бастау, сонымен қатар жас көріну үшін спорттың маңызы зор екені анық. Енді айналаңызға қараңыздаршы, мысалы, көрсетіп жіберсеңіз, оператор мырза, адамдар кәдімгідей жүгіріп жүр. Күнін осылай жүріп, немесе жүгіріп, сергек бастайды. Бейімделген соған адамдар. Енді әркімнің өзінің жас көріну, күнін сергек бастау құпиясы бар. Ал Баян Ғабдоллақызы, енді 50-ден асқансыз, бетіңіз жылтырап тұр. Өте енді көз тимесін сізге. Жас көрінуіңіздің құпиясы. Айтыңызшы, бұл жерде тек спорт емес, тамақтану да бар сияқты. Әрине, бұл жерде спортпен қоса дұрыс тамақтану да өте маңызды. Дұрыс болғанда мен дұрыс тамақтану емес, мен ашығуды пайдаланамын. Өзім 2024 жылдан бері ашығып келем. 3 айда бір рет ашығамын да, 1 ай бойы ашығамын. Бірақ ол жерде біз мүлде 1 ай бойы аш жүру деген сөз емес. Бұл жерде мен бір күн аш жүремін да, бір күн тамақтанып, солай екеуін кезектестіріп отырып, барлығы 1 ай бойы ашығам. Бәрекелді. Мінекей, құрметті көрермен, енді мен де әрмен қарай таңымды осылай керемет өткізу үшін Баян ханымнан кеңес алып, жаттығуды, йоганы үйренгім келіп тұр. Енді Баян ханымның сыры йогада, спортта, дұрыс тамақтануда. Жалпы барлық спорт, оның ішінде йога бір ұзақ өмір сүруге бастар жол десек болады. Сол үшін енді бүгінгі Баян Ғабдоллақызының сізге ұсынған кеңесі пайдалы болды деген ойдамыз. Таңыңызды, күніңізді сергек бастау үшін міндетті түрде ол спорт болу керек. Ендіше, құрметті көрермен, әріптестер, тізгін өздеріңізде. Енді мен де дәл қазір Баян ханыммен бірге йогамен айналысатын сияқтымын. Сау болыңыздар!